Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде қазір жаратылыстану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жасанды жарық көздері дегеніміз не? Сен бүгінгі сабақта жасанды жарық көздері туралы білетін боласың. Жасанды жарық көзін табиғи жарық көзінен ажырата алатын боласың. Балалар, жалпы жарық дегеніміз не екенін еске түсіру үшін келесі бейнебаянға назар аударайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жарыққа кіріспе. Жарық бізге айналадағының бәрін көруге мүмкіндік беретін энергияның түрі. Жердегі негізгі жарық көзі күн. Өсімдіктер өз асын күн сәулесінің көмегімен дайындайды. Кейбір басқа нәрселерде жарық шығарады. Олар жарық көздері деп аталады. Мысалы, шам, шырағдан, майшам және тағы басқалары жарық көздері болып табылады. Өздігіне жарқырамайтын нәрселер де бар. Оларды жарық шығармайтын заттар дейді. Мысалы, үстел, мата, сөмке, ыдыс-аяқ және тағы басқалары жарық шығармайды. Жарық шығармайтын заттардың әдетте екі түрі бар. Мөлдір және мөлдір емес. Мөлдір заттар өзіне түскен жарықты өткізеді. Мысалы, шыны, су, тағы басқалары. Ал мөлдір емес заттар жарықты өткізбейді. Мысалы, ағаш, тас, тағы басқалары. Балалар, бейнебаянды көре отырып, жарық деген не екенін есімізге түсірдік. Енді келесі суретке назар аударайық. Астана қаласы. Бір суретте Астана қаласының күндізгі бейнесі, ал екінші суретте түнгі бейнесі. Суреттерді салыстыр. Суреттегі жарық көздерін ата. Олар табиғи жарық көзіне жата ма, әлде жасанды жарық көзіне жата ма? Қалай ойлайсың? Жақсы балалар. Келесі жасанды жарық көздері. Сен суреттегі жарық көздерінің қайсысын жиі көресің? Қандай жасанды жарық көздерін пайдаланасың? Қандай мамандық иелері түнгі уақытта жұмыс істейді? Олар жұмыста қандай жарық көздерін пайдаланады? Жасанды жарық көздері адамға күн сайын қажет. Жасанды жарық көзі не үшін қажет? Суреттерге қара. Жарық көздерінің әрқайсысы не үшін қолданылатынын білесің бе? Шамшырақ не үшін қажет? Белгі беретін құрал не үшін ойлап табылды? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Жұмыстарыңды аяқтап болсаңдар, сау болыңдар.